Міне мен осы кітаптың ішіндегі ұқсас құрақтарды тағы да былай дәптеріме салып алдым. Міне қиындылардан құралатын құрақтарды міне осылай етіп сызып алдым. Енді соның ішіндегі мына құрақты құраймын. Бұл баспалдақ құрақ деп аталады екен. Мына әр жолағына 3 сантиметрден берем. Бұл жерде құраққа мына түстерін кітапта қалай салынып тұр, түстегі қалай беріліп тұр, тура сол түстермен алмақшымын. Міне енді осы баспалдақ саты құраққа керекті түстердің барлығын осылай дайындап алдым. Енді құрақты бастайық. Міне жоба мен 30-да 30 мынандай шық матасын алып аламыз. Сосын мұның орталығын тауып сызып аламыз. Енді осы орталығына тура түбін қаратып шарыны қоямыз. Мына бұрыштағы сызықтарға келтіріп осылай қойып алып, біріне бірін беттестіріп тігіп шығамыз. Бірінші мынаның өзін тігіп аламыз былай, орнынан қозғалып кетпес үшін. Міне осындай болып шықты. Енді екі жағына қызыл тігеміз. Осындай болды. Екі жағынан мындай қара көкті тігіп аламыз. Осылай болды. Енді мына екі жағына жасылды аламыз. Барлығы менің алдыңғы құрақтардан артылған қиындылар қысқа-қысқа. Соларды келтіріп отырмын. Мына осылай тігіп шығамыз. Мына осылай болды. Енді мына екі жағына қайтадан қызыл тігеміз. Осылай болды. Енді екі жағына қоңыр тігеміз.